су тапшылығы орын алып келе жатыр. Дәл осы бір жылдың ішінде қандай ауқымды шараларды қолға алдыңыз? Орталықтандырылған газ жүйелеріне қосылмаған. Ауыл шаруашылығы басқармасында субсидияға қатысты мәселе болған болатын. 78 мың гектар жер болатын болса, соның 64 мыңына мақта егіліп жатыр. Жетісайда азық-түлік тапшылығы жоқ. Тікелей халық пен биліктің арасындағы алшақтықты мүмкіндігінше азайту. Соңғы уақытта Жетісайдың идеология саласы жиі сынға ұшырап жүр. Көпшілікке айтыла беретін мәселелер бар және айтылмайтын да мәселелер бар. Менің білгім келіп отқан жыл басынан бері осы әкімдіктің жұмысында қандай өзгерістер орын алды? Айыптап айтуға ол бүгінгі күні ерте әңгіме. Саясатта орын алып жатқан оқиғалар, одан қала берген санкциялар біздегі азық-түлік бағасына тікелей әсер етті. Сапасына қатысты біраз мәселелер болды. Жалпы Қазақстанда әбігерге салып қойған мәселенің бірі ол табиғаттың тосын мінезі, жаңбырдың жиі жаууы. Ауданның қасында дендра саябақтың құрылысын бастаймын. Бізде жөндеу жұмыстары жүреді, дегенмен де оның арнасы кеңейіп бара жатыр, екі жаққа қарай дейді. Өзінің шешімін табу өте қиындау болып жатқан мәселе. Қайырлы күн, құрметті көрермен, біз уақыт каналында өздеріңізбен қайта жүздесіп отырмыз. Дәл қазір біз Жетісай өңіріне табан тіредік. Бұндағы мақсатымыз өңірдің тыныс-тіршілігін толығырақ білгіміз келген болатын. Сондықтан өңірдің басшысын, яғни ауданның әкімін сұхбатқа шақырып отырмыз. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Мұрат Болатұлы. Мұрат аға, сұхбатқа келісім бергеніңіз үшін, уақыт тапқаныңыз үшін әуелі алғысымды білдіремін. Сұхбатқа дайынсыз ғой? Дайын, рахмет сіздерге. Жақсы, ең әуелі сұрақ, өзіңіздің дәл осы өңірге келіп, тізгінді қолыңызға алғаныңызға бір жылға жуық уақыт болды. Дәл осы бір жылдың ішінде қандай ауқымды шараларды қолға алдыңыз? Енді жалпы бір ауданның екінші ауданнан міндетті түрде айырмашылығы болады ғой. Бұл ауданның ерекшелігі, бұл ауданда халықтың басым көпшілігі жаңағы ауыл шаруашылық саласында жұмыс істеп, сол салада өздерінің күнін көріп отыр. Ал мына сондықтан ауыл шаруашылық бағытында болғандықтан үлкен жаңағы өндіріс орындау болмағандықтан жаңағы өзіне тән бір проблемалар болады. Біздің ауданға тән проблемалардың бірі, енді әр ауданның әкімі ол жаңағы келген кезде бұл мәселені қайдан бастайын деген сұрақ туындайды. Сонда негізі халыққа, қарапайым халыққа не керек? Бірінші кезекте ол жаңағы су керек, жол керек, электр энергиясы керек, газдандыру мәселелері керек. Сондықтан да мен де дәл сол аудан әкімдері сияқты сол неден жаңа мәселелерден бастадым. Жалпы аудан бойынша қазіргі күні жаңағы статистикалық мәліметтерге сәйкес 176 мың адам бар өмір сүреді. Оның ішіндегі жаңағы 65 мыңнан астамы жаңағы еңбекке қабілетті, жаңағы экономикалық тұрғыдан белсенді азаматтар. Солардың басым көпшілігі ауыл шаруашылық жаңа бағыты бойынша жұмыс жасайды. Сондықтан бұл жердегі енді ауыл шаруашылығы болғандықтан бұл жерде егінмен айналысады. Егінге тән өзінің ағын су мәселесі бар. Егінге міндетті түрде ағын су, енді жылда жаңағы дүниежүзілік үрдістің өзі солай, су тапшылығы орын алып келе жатыр. Сондықтан біз енді мүмкіндігіне қарай осы жердегі жергілікті жаңағы шаруалардың жағдайын жасау үшін ол тиісті деңгейде су мәселесін шешіп берсек, тағы да жерге қатысты мәселелерді, сонымен қатар өсіріп жатқан егіндерінің тыңайтқыштарының мәселелерін мүмкіндігінше оңтайлы шешіп беретін болсақ, жалпы халық жаңағы осы жердегі тұрғылықты халықтың өзі қаншама жылдардан бері қалыптасып қалған. Жаңағы егінге еңбекқор, сол өзінің жаңағы күнін өзі көре алатын мүмкіндігі бар. Тек қана сондай жағдай, жаңағы атап өткен жағдайларды жасайтын болсақ. Мынау инфрақұрылымдық мәселелерге келетін болсақ, бұл өңірдің жаңағы жер асты суының жақын болуына байланысты су мәселесі бар. Өйткені судың көбісі жер астының суының жақын болуына байланысты көбінде жаңағы ұңғымалардың суы тұзданып кете береді. Сондықтан да ауыз су мәселесіне біз қазір жаңа қолға алып біршама жұмыстар атқарып жатырмыз. Оның көпшілігі жаңа тұзды болғандықтан жаңа ұңғымалардың жаңа тұзданып ескіріп кетуі бар. Оның су жинайтын жаңа жүйелерінің ескіруі бар. Сондықтан олардың бәрін қазір жаңғыртудан өткізіп жатырмыз. Былтырғы жылы сол бағытта жергілікті бюджеттің жаңағы қаржыларын жаңағы ықшамдай отырып 400 миллионнан астам соманы сол салаға бағыттап жаңағы ауыз су жүйелерін қалпына келтіру мәселелерімен айналысып жатырмыз. Жалпы осы жерде жаңағы су қорының оның ішінде сапалы судың қорының жаңағы абай топтасқан жүйесінде бар. Оны енді мына қалаға
бірінші кезекте жаңағы осы мынау жаңағы соңғы мәліметтерге сәйкес 50 мыңға жуық халық қаланың аумағында орналасады. Сондықтан республикалық бюджеттен қаржы бөлінді, жалпы 3 миллиардтық жоба мынау қаланың су жүйелерінің бәрін қайтадан қалпына келтіріп жөндеп беру. Енді ол жерде де мәселе туындайды. Жаңағы енді су жүйелері ескірді, бірақ жаңағы соларды енді қазып жаңағыдай жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде енді жаңағы асфальт жаңағы жабындылары бұзылады. Ол жаңағы белгілі бір деңгейде енді уақытша жаңағы қолайсыздық қой, бірақ бәрібір халыққа қолайсыздықтар туындатады. Ондай жұмыстар жүріп жатыр. Сонымен қатар бұл жерде жаңағы Атакенттің жанында бір үлкен не бар? Су қоры бар. Ол жүйені қолға алып қазір жобалық сметалық құжаттамаларына жұмыс жасап жатырмыз. Ол жерде де 22 елді мекенді сол жаңа сапалы сумен қамтамасыз етуге болады. Яғни бір жағынан Абай топтасқан жүйесі арқылы, екінші жаңағы өзі Көктөбе, Атакент, жаңағы Асата деп аталатын жобаны қолға алып жүзеге асырып жатырмыз. Осы жобаларды жүзеге асырудың арқасында осы Жетісайдың, оның ішінде Мақтаарал ауданының елді мекендерінің бір шамасы жаңағы сапалы сумен қамтамасыз етілетін болады. Бұл осы жоба осы күнде жүзеге асырылып жатыр. Екінші мәселе мынау жаңағы халықтың жаңағы 103 елді мекен болатын болса, соның 52-сінде орталықтандырылған газ жүйелері бар да, қалғандары орталықтандырылған газ жүйелеріне қосылмаған. Енді бұлай салыстырмалы түрде алып қарайтын болсақ, мысалы мынау Асата өңірінде ол кезінде кеңес одағы кезінде газ жүйесі болғанда неге қалғандары 100% жетпей қалды дегенде, мынау газ жеткізетін ненің жаңағы газ жеткізетін құбырлардың күші жетпейді оған. Сондықтан қазір қолға алынды бірінші Асата регионы бойынша және де Жетісай регионы бойынша бұрын 2 бөлек аудан болған ғой, қазір қосылып бір аудан болып отыр. Сондықтан 2 регионда 2 жаңағы жоғары қысымды газ агрестерін орнату бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ол республикалық бюджеттен былтыр ақша бөлінді, құрылысы басталды. Негізі 3 жылдық жоба, бірақ біз бұйыртса 2 жылда аяқтаймыз деп отырмыз. Ол өйткені жаңағы мердігерлер біріншіден сол жаңағы құрылғыларды өздері жаңағы Батыс Қазақстанда өздері жаңағы қолдан құрастырып, өздері шығаратын несі бар екен, жаңағы заводтар бар. Сондықтан осы 2 жүйені бітіреміз. Сонымен қатар магистралды нені қосатын болсақ, біз 44 жобалық сметалық құжаттамалар дайындап жатырмыз. Сол 44 жобалық сметалық құжаттамаларға енді қосымша республикалық бюджеттен, облыс бюджеттен қаржы сұраймыз. Өйткені 2 мүмкіндігі жеткеннен кейін қаржыны қосып, қаржыны нететін болсақ, өйткені кейбір ауылдық округтерде бар, ауылдық округтердің ішкі тармақтарының жүйесі істелгенде, бірақ орталықтандырған неге газ қосылмаған. Қосылмаған себебі қазір 20% жүктемемен қыстың күні агрестік жұмыс істеп жатыр. Олай 100%-ға дейін жеткізуге де болмайды негізі. Оны біз 20%-ен жаңағы қосымша салмақпен жұмыс істетіп жатырмыз. Ол белгілі бір деңгейде кейбір ауылдық округтердің газ қысымының жеткіліксіз болуы, сапасыз болуына әкеліп соқтырады. Сондықтан жаңағы 2 жүйені бітіретін болса, биылғы жылы қосымша жаңағы ішкі тармақтарға қосып, мынау жалпы осы өңірдегі халықтың өмір сүру жаңағы ортасы деңгейі біршама жақсаратын болады. Сол уақытта жұмыс істеп сол уақытта жұмыс жүзеге асырылады. Бұл енді қосымша инвестиция тартуға негіз болады. Өйткені бізде техникалық, мысалы бізге Қазтрансгаздың несіне сәйкес біз жылдың соңына дейін мысалы техникалық не бере алмаймыз. Енді инвестор болғандықтан бір белгілі бір жаңағы өндіріс қою үшін оған міндетті түрде газ керек. Бірақ газдың жаңағыдай болуына байланысты ол да белгілі бір деңгейде инвесторларды тартуға жаңағы кедергісін тигізіп отыр. Қосымша мынау 2 аудан бірігіп тұрған кезде индустриалды аймақ болған. Ол қазір Мақтаарал ауданының аймағында қалған. Енді әр аудан жаңағы енді ол тек ауданға бөлінгенде бір Қазақстан ғой, бірақ бір облыс, бір Қазақстан дегенде, бірақ сонда да Асата өңірінен қазір 50 гектар жерге біз жаңағы индустриалдық аймақ құруға жаңағы әрекеттен сол жұмыстарды жасап жатырмыз. Жалпы инвесторлар тарту үшін. Оның ішінде өздеріңізге белгілі бұл өңір жаңағы мақта өнімімен қолға алып сол салада жұмыс істейді. Алдағы уақытта да сол салада жұмыстарын істей береді. Қосымша жаңағы бір үлкен жоба ретінде қолға алып отырмыз. Мына жерде жаңағы бұл жер мысалы қателеспесем
Шымкентке дейін 400 километрден астам нені алады. Жалпы осы өңірдің өзінің азаматтарының көбісі жаңағы белгілі бір неге байланысты жаңағы Шымкентке барып сауда жасайды, Шымкенттен барып алады, арақашықтық өте ұзақ. Сондықтан осы өңірде жаңағы нені қалыптастыру үшін қазір бір инвесторлар келіп жүр. Олардың жаңағы былтырдан бері жұмыс жасап жатырмыз. Мынау Мега сияқты үлкен сауда орталығын Жетай Плаза деп неге алып отырмыз. Ол жерде жаңағы үлкен жаңағы өздері өндіретін нелер жаңағы өздері саудасын жасайды деп күтілуде. Бұл да осы өңірде мысалы Шымкенттен жаңағы нелер келеді, жаңағы товарлар келгендіктен оның бағасы қымбаттау жүреді. Өйткені жол несі бар. Сондықтан Фиркан не деген үлкен не бар ғой, солардың бәрінің бағалары салыстырсаң да басқаларға қарағанда сәл төмендеу жүреді. Сондықтан бізде де сол орталықтар ашылып, жаңағы азық-түлік бағалары біршама тұрақтанады, төмендейді деп оны күтіп отырмыз. Осындай жобаның негізінде бұл енді жаңа қосымша қала болғандықтан қаланың деңгейіне біршама жақындатады ол нені. Сол жерде қосымша айналасында көпқабатты тұрғын үйлер салып жатырмыз. Қазір бұйыртса бір 60 пәтерлі 2 үйді және жаңағы 20 пәтерлі 4 үйді жаңа биылғы жыл береміз деп отырмыз. Жаңа орталық сол жерден қалыптасатын болады. Қаланың қасында 80 гектар жерді жаңа қаланың аумақты қамтиды. Қаланың аумағына қосып, ауыл шаруашылық мақсатында жерлерді. Сол жаңағы қаланың аумағын үлкейтуге жаңа инфрақұрылым қалыптасуға өзінің несін пайдасын тигізеді. Жаңа қосымша мектептер салынады ол жерде. Сосын бір жоба ретінде нетіп отыр, кішігірім әскери жаңа қалашық салынады қосымша. Бұл да енді жоба ретінде қарап отыр. Жалпы шекаралық аймақ болғандықтан шекаралық қызметтер тұратын кішігірім бір қала пайда болады осы жерде. Түсінікті. Жақсы, енді мынау байқап отырмын. Бір жыл ішінде мына өңірдегі өзекті мәселелердің бәрін терең зерделеген сияқтысыз. Енді осыған қатысты бір туындайтын сұрақ бар. Бізде өзіңізге де белгілі, мына облыстық ауыл шаруашылығы басқармасында мына субсидияға қатысты мәселе болған болатын. Өңірімізде дәл осы субсидияға қатысты мәселе қандай деңгейде бар ма, жоқ па, шаруаларға жетіп жатыр ма, осы турасында бір айтып өтсеңіз. Енді жалпы субсидия мәселесі әрдайым да бұл өңір ауыл шаруашылық өңірі болғандықтан да шаруалардың мүмкіндігінше субсидия алғысы келеді және субсидия қолдауды қажет етеді. Оның үстінде мынау мақта өнімі мысалы біраз жылға дейін ол субсидияланғанда кейін тоқтатылған. Бұл да өңір үшін белгілі бір деңгейдегі мәселе болып табылады, жалпы жаңағы өзекті мәселе. Сондықтан қазір жұмыс жасап жатырмыз. Мынау осы қателеспесем бір апта алдын осы мәжілістің депутаттары келді, сенаттың депутаттары, олардың алдында осы мәселені қозғап жатырмыз, жалпы субсидиялау мәселесін. Ал қосымша жаңа тыңайтқыштар, судың субсидиясы бар, ол өз деңгейінде қазіргі күні беріліп жатыр. Демек мәселе жоқ ауданда? Мәселе жоқ деп айтуға болмайды, жалпы субсидия белгілі бір дақылдарға берілмейді. Мысалы мақтаға мен осы өңірдің мысалы аудан бойынша 78 мың гектар жер болатын болса, соның 64 мыңына мақта егіліп жатыр. Сондықтан әрине біз осы жерде тұрғылықты халық болғандықтан, тұрғылықты осы халықтың мәселесі болғандықтан субсидиялауды қажет етеді негіз бұл мақта мәселесі де. Сондықтан енді ол кезінде субсидияланып, мемлекеттің субсидиялау себебі бар ғой. Мемлекетте ол кезде бағасы, мақтаның бағасы жаңағы тұрақты жоғары болып тұрған. Сондықтан ол жаңа субсидиясыз да шаруалар өзінің шығындарын ақтап, пайда көріп солай жұмыс істеп келгенде содан кейін тоқтатылған. Енді қазір жағдайлар сәл өзгеріп, оның біраз өзгеріп, жаңа мақтаның несі бағасы едәуір төмендеп кеткен. Сондықтан ол мемлекет тарапынан белгілі деңгейде жаңа қолдауды қажет етеді. Сондықтан субсидия мәселесі керек негізінде. Оны жылда жаңағы жағдайға байланысты реттеп отыруға қажет шығар. Проценттің 50% немесе 30% деп солай реттеп отыру керек сияқты. Түсінікті. Енді келесі сұрақ, жаңа азық-түлік деп отырмыз ғой. Бізде әлемдік мынау саясатта орнап жатқан оқиғалар, одан қала берді мынау санкциялар біздегі азық-түлік бағасына тікелей әсер етті. Енді әкімдіктер бағаны мониторинг жасап жатыр.
белгілі бір шараларды қабылдап жатыр. Ал Жетісай ауданында бағаны тұрақтандыру мақсатында нақты қандай шаралар түсінікке дейін атқарылды? Бұл жерде енді азық-түлік мәселесін айтып отырсыз ғой. Бұл енді жаңағы жанар-жағармай тағы да сондай нелерге байланысты, бір-бірімен байланысты еді. Мысалы ауыл шаруашылық саласында мысалы жанар-жағармайға субсидияланып отыр. Жыл сайын жеңілдетілген жанар-жағармай. Оның несі ауыл шаруашылық өнімдерінің жаңағы халық тұтынатын өнімдерінің бағасын біршама жаңағы шаруалардың несінің шығындарын өтеп беру арқылы біршама жаңағы реттеп отырмыз. Өйткені одан да қымбаттау болуы мүмкін, егер де мемлекеттен сондай қолдау болмаса. Ал мынау сондықтан жаңағы енді мемлекет бойынша бұл енді жаңағы жанар-жағармай мәселесі біршама ретке келді деп есептеп отырмыз ғой. Жаңағы несімен ол жаңағы апта сайын жаңағы мониторинг етіп қарап отырмыз. Жаңағы жанар-жағармай пункттеріндегі бағаның жаңағы көтеріліп кетпеуі. Егер баға көтеріліп кететін болса, біз жергілікті атқарушы орган ретінде оны жаңағы бағасын төмендету біздің құзыретімізге кірмейді. Біз жаңағы монополияға қарсы облыстық департаментке міндетті түрде хабарлама жазып, акт жасап, соларға беру арқылы олар жаңағы тиісті өзінің жаңағы штраф салу, жаңағы ескерту беру арқылы оны реттеп отырады. Соған байланысты нақты шара ретінде біз жаңағы қадағалап отыру арқылы, жаңағы активтер беріп отыру арқылы жаңағы ретке келтіріп отырамыз. Дәл солай жаңағы Қазақстанда өндірілетін өнімдердің және шетелден келетін өнімдердің оның бағасы бар, бекітілген. Соның үстіне қойылатын жаңағы ол енді жаңағы оптовый жаңағы көтерме сауда және жаңағыдай жеке сауда деп екіге бөлінген ғой. Соның арасында жаңағы бағаларының оптовыйның және де жеке сауданың бағасының көтеріліп кетпеуіне жаңағы біздің жаңағы әкімшілік тарапынан жаңағы қадағалау жұмыстары жүргізіліп отырады. Жаңағы апта сайынғы несі беріліп отырады. Яғни бір оптовый бағасы осынша болу керек. Содан жаңағы өйткені келіп жатқан бағасын білеміз ғой. Содан жаңағы 20 теңге қосылса, оған 30 теңге қосып жүрмеуін біз қадағалап отыруға міндеттіміз. Жаңағы өзінің әлеуметтік маңызы бар товарлар бар. Соның несі бойынша, товарлардың несі бойынша, тізім бойынша біз міндетті түрде қадағалап отырамыз. Оны енді қалыптастырудың өзінің де бір ерекшелігі бар. Осы жерде бір халық көп тұтынатын, жаңағы көп пайдаланатын бірнеше жаңағы нелер бар, точкалар бар. Сол жерден барып бағаларын күнделікті қадағалап отырып, жаңағы көтеріліп кеткен жағдайда міндетті түрде жаңағы анықтай арқылы антимонополия несіне бере отырып, жаңағы реттеп отыру, жаңағы біздің қолымыздағы жаңағы не ғой, реттейтін жаңағы күш болып есептелінеді. Осы бағытта жұмыстар жасап жатырмыз. Оның үстінде қосымша тағы да қосымша жаңағы белгілі бір деңгейде мысалы пияздың бағасы өсіп кететін болса, оны қай жақтан алатынын білеміз ғой, Төрткөлден алады, неден алады. Сол жақтың бағасын біле отырып, кейде жаңағы не бере отырып, жаңағы осы жердегі жергілікті кәсіпкерлерді ұйымдастыра отырып, сол жақтан жаңағы көбірек әкеліп, жаңағы бағасын реттеп отыруға біз өзіміз жаңағы әсер етіп отырамыз. Осындай бағыттағы жұмыстар жүргіземіз, жалпы әлеуметтік маңызы бар товарларға қатысты. Енді осы әлеуметтік маңызы бар товарлар тізіміне қатысты өзіңіз өте жақсы білесіз, облыста, мына Шымкент қаласында белгілі бір деңгейде сауда желілері бар. Магнум, Фиркан сияқты осыларға мемлекет тарапынан өте төменгі пайыздық ставкамен несие береді, және олар әлеуметтік маңызы бар азық-түлік товарларын шекті бағада сатады. Дәл сондай дүкендер ашылып жатыр, дәл сондай дүкендердің ішіндегі әлеуметтік бұрыштар ашылып жатыр. Бұл тікелей мына өндірушіден тұтынушыға тауарды делдалсыз жеткізу және сол арқылы бағаны тұрақты ұстап отыру. Осындай дүкендер немесе бұрыштар Жетісай қаласында бар ма? Жалпы бұл Фирканның нелері, жаңағы бізде Фирканның жеткізіп беретін точкалары бар. Соларды жаңағы реттеп отырамыз, қарап отырамыз. Бірақ нақты несі жаңағы Фиркан сияқты нелер ашылмаған бізде. Ол облыстық деңгейде болғандықтан біз сол облыстан бағасын алып отырып, жаңағы қымбаттап кетпеуін қарап отырамыз. Қосымша бізде жаңағы облыстық әлеуметтік әріптестік СПК. Сол арқылы жаңағы біз кәсіпкерлерге жаңағы құмшекер, осы бағасы қымбаттап кетуі мүмкін, жаңағы вермишель нелер, соларды бағасын ұстап отыру үшін біздің кәсіпкерлерге, осы жердегі жаңағы көтерме саудамен сататын кәсіпкерлерге төмендетілген жаңағы проценті төмен жаңағы несие алып береміз да, соның негізінде ол меморандум отырамыз, біз осы жерден алып береміз, сіз жаңағы бағасын осылай сатасыз деп жаңағы несімен өзінің анау
енді ол жерде жаңағы өзінің қосатын несі бар ғой, жолға кететін несі бар. Солардың белгілі бір деңгейде жаңағы мемлекеттен берілген жаңағы процентсіз жаңағы қаржы беру арқылы реттеліп отырады. Осы уақытта реттеліп отыр. Қазір енді мысалы алып қарайтын болсақ, бүгінгі күні бір қап 11.000 теңге болатын болса, жаңағы облыстық сол жаңағы не арқылы, СПК арқылы 7.000 теңгеден жеткіземіз деп отырмыз. 7.000 теңгеден жеткізіп, ол осы жерде сатылып алғанса 8.000 теңге сол көлемде болады деп өзіміз жобалап отырмыз. Қосымша жаңағы тағы да мал азықтар бар, кебек не, оларды да сондай әдіспен жалпы жаңағы белгілі бір жаңағы кризисті жағдайдан шығудың жаңағы несі ретінде, тәсіл ретінде қолданылып отырады. Жақсы. Жетісайда азық-түлік тапшылығы жоқ. Жалпы азық-түлік тапшылығы жоқ деп толық айтуға болады. Түсінікті. Бағасына қатысты біраз сұрақтар бар, бірақ енді оны нету керек. Енді ол дүниежүзілік үрдіс болғандықтан, дүниежүзінде болып жатқан жағдай болғандықтан, жаңағы бағасы бірде көтеріліп, бірде түсіп тұрады, бірақ мүмкіндігінше біз жаңағы ұстап тұруға, оның ішінде енді ешкім ешқашан жаңағы өзіне жаңағы зиянға сатпайды ғой, бәрібір. Өзінің несін қандай жағдай болғанда да ол да кәсіпкер, ол да жағдайын өзін айтады. Сондықтан да біз енді мемлекеттік тарап ретінде, жаңағы не ретінде тек қана соның мүмкіндігінше бағаның әділ болуына не жасаймыз. Мүмкіндік жасайсыздар. Мүмкіндік жасауға тырысамыз. Өйткені жаңағы белгілі бір қиын жағдайды пайдаланып, жаңағы тапшылықты пайдаланып, пайда табамын деген көбірек пайда табамын, сондай мүмкіндіктерді пайдаланып, көбірек пайда табамын деген делдалдармен күресесіздер. Күресіп, сондай жаңағы біздің қолымыздағы жаңағы құрал, әсер еткіш құралымыз сол негізінде. Түсінікті. Енді мына жыл басынан бері мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Қазақстан құру идеясын көтеріп жатыр. Осыған қатысты естуші мемлекет деген қағиданы ұсынып жатыр. Енді жаңаша жұмыс істейміз деп жатыр. Менің білгім келіп отқаны жыл басынан бері осы әкімдіктің жұмысында қандай өзгерістер орын алды? Жаңа Қазақстан Жетісайда қалай құрылып жатыр? Негізінде ол енді бірден құрылатын зат емес қой, бірақ белгілі бір деңгейде көптеген өзгерістер болып жатыр ғой, өздеріңіз де байқап жатсыздар. Мысалы, аудан әкімдері, әр деңгейдегі әкімдер ол жыл сайын халықпен жаңағы халыққа есеп болатын. Қазір енді ол өзгерді. Жылына 4 рет кездесу өткізіледі. Есеп беру емес, ол есеп беру формасында кездесу. Ол кездесудің өзінің ерекшелігі бар. Бұрында аудан әкімдері жаңағы халыққа есеп берумен шектеліп, оның не мәселелерді тыңдайтын болатын болса, қазір сәл басқалау. Ол есеп беру емес, халықтан мүмкіндігінше өзекті мәселелерін кездесіп, өзекті мәселелерінің тізімін қалыптастырып, сол арқылы оның шешу жолдарын, оның нақты уақыттарын бекіту арқылы жаңағы әр деңгейдегі әкімдердің жұмысының жаңағы тиімділігі сол арқылы бағаланатын болып отыр. Бұл жаңағы естуші мемлекет деген принциптен де шығады. Өйткені естуші мемлекеттікі негізгі мақсаты сол ғой, халықтың негізгі өзекті мәселелерін айтып, тікелей жаңағы халық пен биліктің арасындағы алшақтықты мүмкіндігінше азайту. Осы бағытында қазір біз ауылдық округтерде уже осы жылдың басынан бастадық жалпы кездесулерді. Оның алдын ала жаңағы графигі халыққа таратылған, әр ауылдық округке барып жаңағы кездесуді, халықпен кездесуді жүзеге асырып жатырмыз. Оның ішінде одан кейін ережесіне сәйкес кездесуді өткізу, ол жерде өзекті мәселелерді талқылап, сосын жеке мәселесімен келген адамдарды жеке қабылдау өткізу, ол жерде жергілікті атқарушы органның басшысы, құқық қорғау органының, арнайы органдардың басшыларының бәрі сол жерде отырып, жаңағы халықпен қабылдауды өткізу. Бұл да жаңағы халыққа бір қадам жақындатады. Түсінікті. Енді мынау өзіңізді байқап жүрген шығарсыз әлеуметтік желіде соңғы уақытта Жетісайдың идеология саласы жиі сынға ұшырап жүр. Хабарыңыз бар ма осыдан? Хабарым бар. Жалпы енді көш жүре келе түзеледі дейді ғой. Ол жерде енді белгілі бір жаңағы осы неде көпшілікке айтыла беретін мәселелер бар, және айтылмайтын да мәселелер бар. Сондай екі түрлі мәселе бар. Кейбір мәселелер енді жаңағы жеке адамның несіне байланысты мәселелер бар. Ол да бар. Енді ол жалпы негізінде енді кейбір жаңағы айтылып жатқан идеологияға қатысты сын пікірлер енді орынды, оның мүмкіндігінше ретке келтіруге, жаңағы дұрыс қалпына келтіруге жұмыс жасап жатырмыз. Енді мынау
Тағы бір осы идеология саласынан алшақтамай ақ қояйық. Өзіңіз белгілі, мынау мемлекет есебінен нұрлы жер бағдарламасы бойынша 88 отбасыға пәтер кілтін табыстадыңыз. Осыған қатысты бір қатар түсініспеушіліктер қазір әлеуметтік желіде жиі жүр. Ол жерде сіздің орынбасарыңыздың есімі жиі атала бастайды. Байқап жүрген шығарсыз. Осыған қатысты бір айқын айтып өтсеңіз. Жалпы мемлекеттен берілген бұл жаңағы 88 үй сатып алынып берілген ғой халыққа. Бұның өзі алғаш рет солай істеліп жатқан жаңағы жоба. Алдын мемлекеттен тұрғын үй нұрлы жер бағдарламасымен жаңағы салынатында сөйтіп таратылатын. Бұл жаңағы жеке адамдардан сатып алып халыққа таратып беру. Жеке адамнан халыққа таратып берген кезде бұл жерде жаңағы ол кезектілік нетеді, соның ішіндегі көпбалалы аналарға таратылып беріліп жатыр. Соның ішінен жаңағы бұрын біз көпбалалы аналарға, мемлекеттік қызметшілерге, жаңағы әлеуметтік сала қызметкерлеріне, жаңағы мүгедекті асырап отырған мүгедек азаматтарға, жетім балдарға деп жаңағы проценттік деңгейде берілетін болса, процент деңгейде жаңағы салынған үйді. Бұл жерде бір ғана несіне беріліп отыр да, сондықтан сұрақтар туындап жатыр. Енді мен орынбасарыма қатысты, комиссия төрағасы болғандықтан орынбасарыма қатысты мәселені айтып отырсыз ғой. Бұл мәселеге келгенде енді жалпы кезектілікті бұзып немесе белгілі бір адамға артықшылық көрсетті деп айтуға, айыптап айтуға ол бүгінгі күні ерте әңгіме. Өйткені тексеріліп, нақты ол менің өзімнің ұстанымым солай, ол менің қарамағымда мемлекеттік қызметші болғандықтан, ол мемлекеттік қызметшіге егерде біреу айыптайтын болатын болса, не болатын болса, оның дәлелдемесі болу керек. Ал оны жаңа 88 мемлекетке 88 тұрғын үйге қатысты, сапасына қатысты біраз мәселелер болды. Енді оны жасырудың қажеті жоқ. Бағасына қатысты да мәселе болды. Бағасына қатысты да мәселе болды. Енді бағасына қатысты оны арнайыландырылған жаңағы сол салада арнайы рұқсат қағазы, лицензиясы бар мекеме бағалап жүзеге асырды. Егерде оның бағасына қатысты шынында да солай бір кемшіліктер болатын болса, ол лицензиясы бар мекеме оған жауабын береді. Енді алдағы уақытта да сен өзіңіз байқасаңыз, ол жерде осындай деп нақты факті айтылып тұрған жоқ та, ол жерде мен солай ойлаймын, бұны тексеріп көру керек, осы жерде осындай мәселелер бар сияқты деген жорамалдар айтылып жатыр. Тексеріліп жатыр. Қорытындысы бойынша оны айтуға болады. Егерде менің орынбасарым немесе басқа да жаңағы сол 88 жаңағы тұрғын үйге қатысты шешімдер қабылдаған азаматтар болатын болса, заңдылығын қарап тиісті шара қолданылады. Ал қазір оны жаңағы жорамал ретінде айтып, біреуді айыптауға болмайды деп есептеймін өзім. Ал жалпы сапасына қатысты сын пікірлер айтылып жатқан рас. Өйткені сын пікірлер айтылады, өйткені ол оның 88 мысалы бұрынғы үйлерді беретін болсақ, оны салыстырғанда туындайды ғой. Бұрын жаңа үй беретін ек бәріне. Оның жаңағы квадратурасы бәрі бірдей болатын, стандарт болатын. Сондықтан бір-бірінен салыстырып бір дау айта алмайтын ешкім. А бұл жерде ол жаңағы әркім салған үй бұрында, ол жоспарлап мемлекетке сатамын деп салған жоқ. Сондықтан оның ескісі бар, жаңасы бар, жаңа квадратурасына байланысты айырмашылықтар бар. Сондықтан да ол айырмашылық болған жерде міндетті түрде белгілі бір жаңа түрлі пікірлер болады. Қалыпты дүние дейсіз ғой. Қалыпты дүние деп есептеймін. Енді бізде тағы бір мынау қозғалған мәселенің бірі Маш каналына қатысты болды. Яғни жыл сайын бізде жөндеу жұмыстары жүреді, дегенмен де оның арнасы кеңейіп бара жатыр, екі жаққа қарай дейді. Осы мәселе сіздің бақылауыңызда ма? Жалпы бұл мәселе өзі өзекті мәселе. Енді бақылауымда әрине ол міндетті түрде менің бақылауымда тұрады. Өйткені бұл аудандағы жаңағы бір өзінің шешімін табу өте қиындау болып жатқан мәселе. Жалпы енді өздеріңіз білесіздер, ол қазушылар мекемесінің жаңағы несінде, балансындағы не, бірақ жаңағы қазір ғылыми іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол жерде жаңағы жер асты суынан жаңағы нетіп арнасы күннен күнге кеңейіп бара жатыр. Жаңа нетіп ол жолға жақындап қалды қазір проблема. Неше түрлі жаңағы енді қазушылар мекемесінің тарапынан мемлекеттен қаржы бөлініп, оның бетін жаңағы бетонмен қаптап шыққан кездерде болған. Бірақ ол жаңағы өзінің тиісті несін берген жоқ, нәтижесін берген жоқ, ол ағып кетті қайтадан. Оның былтырғы жылда сондай жұмыстар жүргізілген. Ол жерге жаңағы ағаштан ұстындар қағылып, оған жаңағы бекітіліп, соның үшін топырақпен толтырып тегістеген. Биылғы жыл тағы да сол мәселе туындады. Ол жаңағы өзінің түбегейлі шешімін қабылдау үшін жалпы ол министрлікте, өзі жаңағы министрдің өзінде де сол мәселе жаңағы талқыланып жатыр.
ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оны қалай тоқтатудың қандай әдісті қолдануға болады, іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оны енді басқа мәселе болса, ол түсінікті. Оны тоқтатудың мынандай несі болса, және де әдісі анықталып қойған болса, және де оны қаржының несі болатын болса, қаржы мәселесін тірелетін болса, біз қаржы мәселесін тиісті мемлекеттік органдарға шығып, депутаттарға шығып шешуге тырысатын едік. Бұл жерде мәселе оған қарағанда да сәл күрделілеу, себебі оның қай әдісті қолдану керек дегеннің өзі сұрақ болып туындап тұр. Жалпы осы машиналық әдіспен жылда пайдаланылады, биылғы жылда да бұйыртса пайдаланамыз. Мынау Достық каналынан келіп жатқан су аз болған жағдайда Сырдария өзенінен алып, Шардараның су қоймасынан алып, шаруаларға жетпей жатқан қосымша суды жеткізіп беруге арналған өзі осындай елбасымыздың бастамасымен салынған өте күрделі маңызды жоба. Оны тағы қосып айту керек, енді осы жақында да сол мәселе туындады. Жалпы ол жерде тағы бір күрделі мәселе, бір ауылдың зираты жақын орналасқан соның несіне, жағасына. Сол жерде бүгінгі күні осы алдыңғы аптадан бастап техникалар жұмыс істеп жатыр, бірақ ол уақытша биыл ғана тоқтатады. Келесі жыл тағы да сол мәселе туындайды. Жақсы, түсінікті. Енді мынау тағы бір мәселе, бізде биыл жалпы Қазақстанда әбігерге салып қойған мәселенің бірі ол табиғаттың тосын мінезі, жаңбырдың жиі жаууы. Дәл осы мәселеге келген кезде бізде оңтүстік өңірлерде бірқатар су тасқындары болып жатты. Тасқын деуге де келмес, енді бәлкім су алып жатты дегеніміз дұрыс шығар. Осыған қатысты Жетісай ауданында жалпы осы өңірде қанша үйді су басты, сіздің хабарыңыз бар ма? Олар бойынша қандай да бір мемлекет тарапынан көмектер көрсетіле ме? Жалпы ауданның дәл осындай табиғаттың бір тосын мінезіне қарсы қандай шаралар қолданды, немесе бұл сабақ болды ма сіздерге, мүмкін болашақта кеңейтетін шығарсыздар деген сияқты көресіз? Әрине, оның сіздің айтып отырғаныңыздың бәрі дұрыс. Өзі жылда су жетпейді деп айтатын едік. Алдында да су жетпейді деген мәселе қозғалып келе жатқан. Сол тоқтаусыз 10 күн жаңбыр жауды. Біраз үйлердің аулаларына су кірді. Оған аудан бойынша төтенше жағдайдың алдын алу департаментінен соларға жергілікті атқарушы орган ретінде біз қаржы бөлу арқылы біраз суды тартатын құрылғылар сатып алдық. Соны пайдаланып, жалпы елді мекендердегі нелерге, су ауласына су кіріп кеткен үйлерге мүмкіндігінше қолдау, көмек көрсеттік. Қосымша тағы да сол жерде де сол жағдай болған кезде аралап жүріп көрдік, біраз жерлерде суларды, артық келген суларды қашыртқылар арқылы қашыртатын қашыртқылардың тиісті деңгейде дайын еместігін көрдік. Оны кейбір жерлерде қосымша су бөгеттерін көтеру керек екен мәселелерін неттік. Оның бәрін жалпы картасын жасап, қазір жоспар жасап отырмыз. Биылғы жыл біраз жұмыстар істейтін боламыз ол бойынша. Анау тұрғын үйлерге, қанша үйге тұрғын үйге аулаларына су кірді деген мәселені айтып отырсыз ғой. Оны мен білетін, өзім аралап жүріп көргенім, бір 20 шақты тұрғын үйге аулаларына су кірді. Олардан суды нелер сорып алдырып тастау жұмыстарын жүргіздік. Жалпы материалдық шығын келді деп нететін ондай үйлер қазірше жоқ бізде. Зардап шеккендер жоқ. Зардап шеккендер жоқ. Енді оны мойындау керек, кейбіреулердің енді ол ауласында тұрған мал қорасына, сарайға әсер еткендері бар. Ол жерде де белгілі бір деңгейде несі бар. Енді оны алдағы уақытта көріп жатармыз. Бірақ негізінде тұрғын үйге зиян келді деп нете алмаймыз. Бұл 3-4 жылда бір рет қайталанып тұратын жағдайлар ғой. Оның үстіне тағы да әсер еткен жағдай, бізде жер асты суы өте жақын. Сосын дәл мақталы алқаптардың бәрін егінге дайындау сор шаю жұмыстарымен сәйкес келді. Сор шаямыз деп көп су алғанбыз. Оны да өзінің технологиясын сақтамай, енді шаруалар әртүрлі шаруа, ол әртүрлі нетіп жатыр. Негізінде өзінің технологиясын сақтаса, бұндай проблемалар аз болатын еді, бірақ технологиясын сақталмайды. Көбірек су нетіп қойған, суды бетіне шаям деп толтырып қойған, жаңбырдың суы қосымша қосылды, ол ауыл жаққа қарай аққан жағдайлар болды. Жақсы. Енді соңғы сұрақ болсын, осы аудан әкімі ретінде, осы алдағы бір жылдың ішінде нақты қандай мәселе шешем деп сөз бере аласыз? Бұл жерде енді нақты мәселелер болғанда әр сала бойынша айтып шығуға болады. Мен мысалы газбен қамтамасыз ету осынша жағдайға жеткізем, мынаны осынша пайызға жеткізем, судың осынша пайызға жеткізем деген нелерді айтып
енді оның бәрін тізбектеп айту қажет па? Негізі процент. Негізгілерін айтып кетейікші. Процентке неткен кезде бұл жерде мен жаңағы мынау ауданның қасында дендрон саябақтың құрылысын бастаймын бұйыртса, жаңадан ашылған неге, сосын қосымша жаңағы Жетісай плаза деп отырмыз, соның құрылысын бастаймыз бұйыртса, сосын жаңағы енді ол 1-2 жылдық не жоба, бірақ оны жаңағы биыл бітеді деп айтқан ол орынсызда болады, 2 жылдық, 3 жылдық жобалар. Сонымен қатар жаңағы Асығата, Көктөбе, жаңағы Атакент су құбырының жаңағы жобалық сметалық құжаттамаларын аяқтауға тырысамын, аяқтап жаңағы мүмкіндігінше судың несіне жаңағы құрылысына, ол да үлкен жоба болады. Енді біздің алдын ала не 10 миллиардтан суммасы жоғарылау болады. Сол жобаны жүзеге асыруға тырысамын. Сосын қаланың ішіндегі жаңағы су жүйелерін бір қалыпқа келтіремін деп ойлаймын. Жаңағы ескіріп бәрін бәрін қалпына келтіруге тырысамын. Енді ауылдық округтер бойынша да сөйтіп бөліп айтуға болады, әлі ауылдық округке қатысты. Жалпы мына 2 агрестің құрылысы бұйыртса биыл жылы аяқталатын болса, жаңағы біраз ауылдық округтегі елді мекендерде жаңағы газ жүйелерін қосып жүзеге асыра аламыз. Жақсы, рахмет. Мынау сұхбат бергеніңіз үшін тағы да алғысымды білдіремін. Алдағы бастамаларыңызға тек қана сәттілік тілеймін, абырой биігіне түспеңіз деп тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, бізде осымен кезекті сұхбатымыз аяқталды. Бүгінде бірқатар маңызды тақырыптарды қамтыдық деген ойдамын. Ендеше келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.